Сәлеметсіздер ме? Өткен видеоларда біз тотығу тотықсыздану реакцияларының түрлерін талдап, тотықтырғыш және тотықсыздандырғыш не екенін анықтадық. Енді мына видеода біз тотығу тотықсыздану реакцияларын теңестіруді үйренеміз. Бұл үшін бізге электрондық баланс әдісі және өткенде түсіндірілген ион электрондық баланс әдісін қолданамыз. Оны біздің тотығу тотықсыздану реакциялары бойынша плейлистімізде таба аласыз. Тотығу тотықсыздану реакцияларын теңестіру үшін біз белгілі бір мысалды алып, сол реакция мысалы бойынша алгоритм құрайық. Біріншіден, бізге реакцияның толық теңдеуін, бұл молекулалық немесе толық иондық теңдеу бола алады. Біз сол теңдеуді толығымен жазу керекпіз. Мына жерде бізге күкірт сутектің хлормен реакциясы сулы ортада жүреді. Нәтижесінде бізде H2SO4 күкірт қышқылы және хлор сутек қышқылы түзіледі. Реакцияны жазып болғаннан кейін екінші қадам бұл реакцияның барысында өзінің тотығу дәрежелерін өзгертетін элементтерді анықтау керек. Бұл үшін біз әрбір элементтің тотығу дәрежелерін көрсету керекпіз. Тотығу дәрежелерін анықтау бойынша видеоны табу үшін мына сілтемеге басуыңызға болады. Енді әрбір атомның тотығу дәрежесін жазып шығайық. Сутектің тотығу дәрежесі +1, ал күкірттің тотығу дәрежесі мына сутек бойынша таба аласыз. Бұл -2-ге тең болады. Хлор бұл жай зат, сондықтан оның тотығу дәрежесі 0. Су молекуласындағы сутек +1, оттек -2. H2SO4-тегі сутек +1, оттек -2 және осы екі атомды қолданып біз күкірттің тотығу дәрежесі +6 екенін таба аламыз. Және хлор сутек молекуласында сутек +1 және хлор -1. Бұл тотығу тотықсыздану реакциясында тотығу дәрежесін өзгертетін күкірт -2-ден +6-ға дейін тотығып жатыр. Ал тотықсызданатын бұл хлор, оның тотығу дәрежесі 0-ден -1-ге дейін төмендеп жатыр. Бұл тотықсыздану процесі. Енді тотығу және тотықсыздану жартылай реакциялардың схемасын біз жеке-жеке жазып аламыз. Бұл тотығу тотықсыздану процесі ерітіндіде жүріп жатқандықтан мен иондық электрондық баланс әдісін қолдана аламын. Тотығатын зат бұл күкірт сутек және тотығу кезінде пайда болатын бұл H2SO4. H2SO4 ерітіндіде диссоцияланады және диссоциялану кезінде сульфат ионы пайда болады. Сондықтан мен мына жерге сульфат ионы ретінде оны жазып аламын. Тотықсыздану кезінде хлор 0-ден H хлор пайда болады. H хлор ерітіндіде диссоцияланады және бізде хлорид иондары пайда болады. Сондықтан мына жерге біз хлорид ионын жазып аламыз. Енді иондық электрондық балансты қолданып біз осы жартылай реакцияны теңестіріп көрейік. Біріншіден, есіңізде болса, біз сутек және оттектен басқа барлық элементтерді теңестіру керекпіз. Жартылай реакцияның сол жағында бір күкірт, оң жағында бір күкірт. Екінші қадам біз оттек атомдарын теңестіреміз. Оттек атомдарын теңестіру үшін біз су молекулаларын қолданамыз. Көріп тұрғандай жартылай реакцияның оң жағында 4 оттек атомы бар. Сондықтан мына жерге біз 4 су молекуласын қосамыз. Себебі мына жерде 4 оттек атомы бар. Келесі сутек атомдарын енді теңестіреміз. Жартылай реакцияның сол жағында 2 және мына жерде 8 толығымен 10 сутек атомы бар. Жартылай реакцияның оң жағына 10 H+ ионын қосамыз. Келесі біз зарядтарды теңестіру керекпіз. Реакцияның оң жағында бізде күкірт сутек, бұл бейтарап зат, су бейтарап зат. Сондықтан бұл жерде бізде 0. Ал жартылай реакцияның оң жағында бізде бір сульфат ионы бар, оның заряды -2, оның заряды 2- және 10 сутек ионы бар, олардың заряды 1+. Және сондықтан оны 10-ға көбейтеміз. Бәрін бір-біріне қосқан кезде бізде 8+ шығады. Заряд 0-ден 8+ке дейін көтеріліп жатыр. Бұл тотығу процесі, сондықтан бізде электрондар беріледі. 0-ден 8+ке дейін 8 электрон берілу қажет. Келесі тотықсыздану реакциясына қарап көрейік. Біріншіден біз хлор атомдарын теңестіру керекпіз. Көріп тұрғандай жартылай реакцияның сол жағында 2 хлор атомы бар және хлор атомдарын теңестіру үшін біз оң жаққа да 2 деген коэффициентті қоямыз. Енді жартылай реакцияның сол жағында бізде хлор молекуласы, бұл бейтарап зат, және оң жақта бізде 2 хлорид ионы. Хлорид ионының заряды 1-, оны 2-ге көбейтсек 2- шығады. 0-ден -2-ге дейін бізде төмендеп жатыр. Сондықтан біз 2 электронды қосамыз. Бұл бізде тотықсыздану процесі. Тотықсыздану процесі кезінде электрондар қосылады.
электрондық баланс әдісі бойынша берілген электрондар саны және қосылған электрондар саны бір-біріне тең болу керек. Сондықтан өткен видеода үйренгендей, біз мына екі санын диагональ түрде мына жерге 2 деп жазып аламыз, және 8 электронды диагональ түрде мына жерге 8 деп жазып аламыз. 2 және 8 қысқарады 2-ге, сондықтан 1 және 4 қалады. Бұл не деген сөз? Мына тотығу жартылай реакциясын біз 1-ге көбейтеміз, яғни бұл өзгермей қалады. Ал тотықсыздану процесіндегі барлық заттар мен бөлшектерді біз 4-ке көбейту керекпіз. Нәтижесінде бізде мынандай жартылай реакция шығады. Бәрін біз 4-ке көбейтіп шықтық. Енді көріп тұрғандай, берілген электрондар саны мен қосылған электрондар саны бір-біріне тең. Яғни бұл тотығу-тотықсыздану реакциясы кезінде ауысатын электрондардың саны 8-ге тең. Себебі 8 электрон беріледі және 8 электрон қосылады. Тотығу-тотықсыздану жартылай реакцияларды бір-біріне қосу керекпіз. Біріншіден біз электронды қарайық. Реакцияның сол жағында және реакцияның оң жағында 8 электрондар бар, олар қысқарады. Енді бірінші сіз реакцияның сол жағындағы барлық заттарды жазып аласыз. Бұл күкіртсутек, су және 4 хлор молекуласы. Кейін реакцияның оң жағындағы барлық заттарды жазып аласыз. Бұл сульфат, 10H+ және 8 хлорид минус. Енді бізде мынандай нәтиже шықты. Оны біз мына басында жазылған тотығу-тотықсыздану реакциясын теңестіру үшін қолдана аламыз енді. Көріп тұрғандай, күкіртсутекке біз ешқандай коэффициент қойған жоқпыз, яғни мына жерге дым қоймаймыз. Хлордың алдында 4 жазамыз, судың алдына 4 жазамыз. Біз оны мына реакцияны көріп тұрмыз. Келесі, сульфат ионы біреу, және күкірт қышқылына бір сульфат ионы кіреді, яғни мына жерге біз дымды қоймаймыз. Бізде хлорид ионы 8, сондықтан мына жерге 8 жазамыз. Енді көріп тұрғандай, бізде 10H+ бар. Ол қайдан келіп тұр? Мына күкірт қышқылының құрамында 2H+ бар. Және 8 хлор сутек молекуласында 8H+ бар. Себебі бұлар қышқылдар ерітіндіде H+-ті түзейді. 2-ге 8-ді қосатын болсақ, бізде 10H+ шығады. Енді әрбір атомды санап, екі жақта теңескенін тексере аласыз. Мысалы, бізде мында бір күкірт, 8 хлор, мына жерде 8 хлор, сутек 2, және мына жерде 8, барлығы 10 сутек. Мына жерде де бізде 2 және 8, 10 сутек. Және оттек бізде 4 оттек атомы, күкірт қышқылында 4 оттек атомы бар екен. Яғни барлық атомдар теңестіріліп тұр. Енді тотықтырғыш пен тотықсыздандырғышты табайық. Бізде тотығатын H2S. Есіңізде болса, тотығатын тотықсыздандырғыш, яғни H2S бізде тотықсыздандырғыш болып келеді. Хлор бізде тотықсызданып жатыр, тотықсызданатын бізде тотықтырғыш, яғни хлор бізде тотықтырғыш болып келеді. Есіңізде сақтаңыз, тотықсыздандырғыш және тотықтырғыш деген ұғымдар тек қана реакцияға қатысатын заттар үшін біз қолдана аламыз. Келесі, мына жаттығу есепті шығарып көрейік. Берілген тотығу-тотықсыздану реакцияларды аяқтап, теңестіріңіз және тотықтырғыш пен тотықсыздандырғышты анықтаңыз. Бұл жерде бізге толық реакция берілмеген. Алайда біз бұл реакцияны аяқтау үшін иондық, электрондық әдісті қолданамыз. Бұл үшін біз біріншіден әрбір осы реакцияға кіретін әрбір атомның тотығу дәрежелерін жазып алып, қай атомның тотығу дәрежелерін өзгеретін табамыз. Бұл видеоны паузаға қойып, сіз әрбір атомның тотығу дәрежесін анықтап көріңіз. Енді мен бұл жерге тек қана ауысатын элементтердің тотығу дәрежелерін жазып шығайын. Бұл азоттың тотығу дәрежесі мына жерде +3, хромның тотығу дәрежесі бұл жерде +6. Мына жерде бізге моноатомды ион берілген, бұл хром 3+. Моноатомды иондар үшін оның тотығу дәрежелері зарядына сәйкес келеді. Заряд 3+ болғандықтан тотығу дәрежесі +3-ке тең болады. Және азоттың мына жерде тотығу дәрежесі +5-ке тең. Көріп тұрғандай, бізде тотығатын азот +3-тен +5-ке дейін, ал тотықсызданатын хром +6-дан тотығу дәрежесі +3-ке дейін төмендеп жатыр.
Енді әрбір жартылай реакцияны біз теңестіріп шығайық. Бірінші тотығу жартылай реакциясынан бастайық. Біріншіден біз оттек пен сутектен басқа барлық атомдарды тексеріп шығу керекпіз. Бізде мына жерде бір атом азот теңестіріліп тұр. Енді оттек атомдарын теңестірейік. Тотығу жартылай реакциясының сол жағында 2 оттек атомы, ал оң жағында 3 оттек атомы берілген екен. Енді мына жерге бір оттек атомы жетіспегендіктен мен бір су молекуласын қосамын. Енді бізде 3 оттек атомы бар, және мына жерде 2 сутек пайда болды, сондықтан мына жерге сутекті теңестіру үшін 2H+ деп жазамын. Енді бізге тотығу процесі кезінде қанша электрондар берілгенін табу керек. Бұл үшін біз сол жақ пен оң жақтағы зарядтарды тексеріп көрейік. Жартылай реакцияның сол жағында NO2- және су бізде бейтарап. Бір минуске 0-ды қосатын болсақ, 1 минус шығады. Яғни мынан сол жақта 1 минус, ал оң жақта бізде 1 минус және 2+. Яғни бұл 1 плюске тең екен. Минус 1-ден плюс 1-ге дейін қанша электрон беріледі екен? 2 электрон беріледі. Мына жерге 2 электрон деп жаза аламыз. Енді тотықсыздану процесін тексерейік. Тотықсыздану процесі кезінде бізде көріп тұрғандай, мына жерде 2 хром атомы бар, ал мына жерде 1 хром атомы. Сондықтан мына жерге 2 қоямыз. Енді хром атомдары теңестіріліп тұр. 7 оттек атомы бар екен. Сондықтан теңестіру үшін мына жерге 7 су молекуласын қосамын. Енді оттек атомдары жетеу. Сутек атомдарын теңестіру үшін мына жерде 14 сутек атомы бар. 14H+ деп жазып аламыз. Енді электрондар санын тексерейік. Бұл жерде бізде бір осындай бихромат ионы бар, оның заряды 2-, және 14H+ бар, олардың зарядтары 14+ болып келеді. 14+ке 2-ті қосатын болсақ, бізде мұнда 12+ шығады. Ал сол жақта бізде 2 хром 3+ атомы бар, мұнда 6+ болады, және су бізде бейтарап, ол 0. Сондықтан жартылай реакцияның сол жағында бізде 6+. 12+тен 6+ке дейін тотықсыздану процесі кезінде 6 электрон қосылады. Енді бізге берілген электрондар саны мен қосылған электрондар санын бір-біріне теңестіру керек. Бұл үшін 6-ны мен мына жерге диагональ түрде көшіремін, 2-ні мына жерге диагональ түрде көшіремін. Олар қысқарады. 3, 1. Яғни мына жартылай реакцияда барлық заттар, иондар және бөлшектерді біз 3-ке көбейту керекпіз. Яғни мына жерге 3 деп жазамын. 3 деп жазамын. 3. 2-ні 3-ке көбейткенде 6 шығады. 6 деп жазамыз. Және тап солай 2-ні 3-ке көбейткенде 6 электрон шығады. Мына жерге 6 деп жазамыз. Тотықсыздану жартылай реакцияны біз 1-ге көбейту керекпіз. Яғни оны өзгертпей сол күйінде қала береді ол. Енді тотығу және тотықсыздану жартылай реакцияларын бір-біріне қосайық. Біріншіден біз реакцияның сол жағында және оң жағында 6 электрон бар екен көріп тұрмыз, олар бір-бірін жояды. Енді реакцияның сол жағындағы барлық заттарды жазып алайық. Бұл 3NO2- және мына жерге бихроматты жазып алайын. Хром 2 2-. Сонымен қатар 3 су молекуласы және 14H+. Енді реакцияның оң жағында бізде 3NO3- 2 хром 3+. Сонымен қатар 6H+ және 7H2O түзіледі. Реакциядан көріп тұрғандай, бізде реакцияның сол жағында және оң жағында H+ бар екен. Олар әрине жойылады. 14-тен 6-ны алатын болсаңыз, бізде мына жерде 8H+ қалады. Сондықтан мына жерге біз 8 деп жазамыз, ал мына жерде 6H+ бізде жойылады. Жерге 8 деп жазамыз. Сонымен қатар мына жерде 3 су молекуласы, ал бұл жерде 7 су молекуласы. 7-ден 3-ті алатын болсақ, бізде мына 3 жойылады. Мына жерде 4 су молекуласы қалады. Және 3 су молекуласы жойылады. Бұл бізде тотығу тотықсызданудың толық иондық реакциясы. Біз оны аяқтап жаздық, теңестірдік. Енді тотықтырғыш пен тотықсыздандырғышты анықтайық. Тотығатын бізде 3NO2, тотығатын тотықсыздандырғыш, яғни бұл бізде тотықсыздандырғыш.
Ал тотықтырғыш тотықсызданады, яғни бұл бізде бихромат ионы бізде тотықтырғыш болып келеді. Келесі мысал негіздік ортада жүретін тотығу тотықсыздану реакциясы. Бұл үшін біз тап сол алгоритмді қолданамыз, бірақ одан кейін біз қосымша қадам ұсынамыз. Біріншіден, әрбір атомның тотығу дәрежелерін анықтап алыңыз. Мен қазір өзгеретін атомдардың тотығу дәрежелерін көрсетем. Бұл оттек, бұл бізде сутек пероксиді, есіңізде болса, пероксидтерде оттектің тотығу дәрежесі -1. Бұл хлордың мына жерде тотығу дәрежесі +4. Хлор O2 минус иондағы хлордың тотығу дәрежесі +3. Және оттектің тотығу дәрежесі бұл жерде 0. Көріп тұрғандай, оттек тотығады -1-ден 0-ге дейін, оның тотығу дәрежесі артып жатыр. Ал хлор бізде тотықсызданады, оның тотығу дәрежесі +4-тен +3-ке дейін кеміп жатыр. Бұл ерітіндіде жүретін реакция, сондықтан біз иондық электрондық әдісті қолдана аламыз. Бірінші тотығу процесін жазып алайық. Мұнда бізде H2O2 O2-ге дейін тотығады. Хлор O2 минусқа дейін тотықсызданады. Бірінші тотығу жартылай реакциясынан бастайық. Оттек атомдары теңесіп тұр, 2 оттек. Енді сутек атомдарын теңестіру үшін біз мына жерге 2 атом бар екен, сондықтан 2H+ деп жазамыз. Жартылай реакцияның оң жағында сутек пероксиді, бұл бейтарап, яғни оң жағында бізде толық заряд 0, ал реакцияның оң жағында оттек бейтарап және 2H+ бар. 0-ге 2H+-ті қосатын болсақ, 2+ шығады. Тотығу кезінде электрондар беріледі және 0-ден 2+ке дейін 2 электрон беріледі. Тотықсыздану процесі үшін хлор атомдарының саны теңесіп тұр, оттек атомдарының саны теңесіп тұр. Сондықтан біз электрондарды теңестіреміз. Хлор O2 бұл оксид, ол бейтарап, оның толық заряды 0. Хлор O2 минус бұл ион және оның заряды 1-. 0-ден 1-ке дейін тотықсыздану үшін 1 электрон қосылу қажет. Енді электрондық баланс бойынша электрондардың санын теңестіру керекпіз. 1-ді мына жерге диагональ түрде 1 деп жазамын, 2-ні мына жерге диагональ түрде 2 деп жазамын. Енді мына тотықсыздану жартылай реакциясында барлық бөлшектерді мен 2-ге көбейтіп шығу керекпін. Мына жерге 2 жазамыз, мынау 2-ге көбейтіледі және 1 электрон да 2-ге көбейтіледі. Мына жерге 2 деп жазамыз. Енді жаттығу шартында бізге бұл тотығу тотықсыздану реакциясы негіздік ортада жүретіні беріліп тұр. Негіздік ортаның индикаторы бұл гидроксид иондары OH-. Бұл тотығу тотықсыздану реакциясына қарайтын болсақ, бізде гидроксид ионы мүлдем жоқ. Иондық электрондық әдісті негіздік ортаға қолдану үшін, есіңізде болса, біз H+ иондарын санына сәйкес OH- иондарын жартылай реакцияның екі жағына қосамыз. Яғни бізде 2H+ болғандықтан, мен жартылай реакцияның сол жағына 2OH- қосамын. Тап солай реакцияның оң жағына 2OH- қосамын. Енді есіңізде болса, H+ пен OH- бізге су молекуласын береді. Және жартылай реакцияның оң жағында көріп тұрғандай, бізде 2H+ пен 2OH- бар екен. Олардың орнына біз 2H2O деп жаза аламыз. Енді бізде тотықсыздану реакциясы негіздік орта үшін теңестіріліп жатыр. Келесі қадам, біз реакцияны толығымен жазып аламыз. Бұл үшін тотықсыздану жартылай реакцияларын бір-біріне қосамыз. Бізде реакцияның сол жағында және оң жағында 2 электрон бар. Енді әрбір бөлшекті сол жағында және оң жағында жазып аламыз. Бізде бұл жерде H2O2 плюс 2 хлор O2 және қосымша біз 2 гидроксид иондарын жазамыз. Оң жақта бізде 2 хлор O2 минус оттек және сонымен қатар 2H2O бар. Бұл бізде тотығу тотықсыздану реакциясының толық иондық теңдеуі. Біз оны теңестірдік, аяқтадық.
Енді тотықтырғыш пен тотықсыздандырғышты анықтайық. Тотығатын бізде сутек пероксиді, яғни сутек пероксиді тотықсыздандырғыш болып келеді, себебі тотықсыздандырғыш тотығады. Тотықсызданатын хлор O2, яғни бізде тотықтырғыш, себебі тотықтырғыш тотықсызданады. Енді осыған дейін біз иондық электрондық әдісті өттік, тотығу және тотықсыздану процестерін анықтауды үйрендік, тотықтырғыш пен тотықсыздандырғышты анықтауды үйрендік, және тотығу тотықсыздану реакциясын электрондық баланс әдісі және иондық электрондық әдіс бойынша теңестіруді үйрендік. Осы барлық білімді қолданып, мына тотығу тотықсыздану реакцияларды өзіңіз теңестіріп көріңіз, және сұрақтарыңыз болса комментарияға жазыңыз.